Елімізде мыңнан астам ауылда ішетін таза су жоқ. Талай жылдан бері қыруар қаражат пен небір ұлттық жобалардың күші жетпеген мәселені индустрия министрлігі небәрі 2 жылдың ішінде бір жақты етемін деп отыр. Яғни 2025 жылдың соңына дейін ауылдар түгелдей тіршілік нәрмен қамтамасыз етіледі дейді Марат Қарабаев. Министр үкімет отырысында ел бойынша 6295 ауылдың 4900-і ауыз суға зәру емес екенін айтты. Ал оның 963-і халық саны аз елді мекендердің қатарына жатады. Оларға бюджет қаражатының есебінен кешенді блок модульдар орнату көзделген. Бүгінгі күні жергілікті атқарушы органдар жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеуге жергілікті бюджеттен қаражат қарастыруды және сараптама қорытындысын алғаннан кейін одан ары қаржыландыру үшін бюджеттік өтінім беруі қажет. Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру жергілікті атқарушы органдардың жергілікті жерлердегі бірлескен және үйлесімді жұмысына тікелей байланысты. Осыған қоса әкімдіктер халықты ауыз сумен 100% қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджет есебінен орталықтандырылған сумен жабдықтау және су арналарының өндірістік процестерін автоматтандыру құрылысы бойынша жобалық сметалық құжаттаманы сапалы әзірлеуді аяқтауы қажет. Премьер-министр жауапты ведомствоның алдына 2025 жылдың соңына дейін халықтың 100%-ын таза ауыз сумен қамтамасыз етіңдер деп меже қойды. Қазір бұл көрсеткіш қалаларда 98%, ауылдық жерлерде 94%-ды құрайды. Әлихан Смайыловтың сөзінше, өкінішке қарай тұрғындар суды үнемдегісі келмейді. Қазірден бастап осы мәселені бір жүйеге келтіруді тапсырды. Себебі Қазақстан 2050 жылға қарай су тапшылығына тап болуы мүмкін. Сондай қысты күні жылу құбырлары шенеуніктердің ұйқысын қашырса, жазда өңірлердегі магистральды құбырлар бірінен соң бірі сыр беруде. Премьер құбырдың жарылуынан бірнеше күн сусыз отырған Балқаш қаласын мысалға келтірді. Одан қалды Абай облысында да су мұнарасы құлап, жергілікті тұрғындар суды тасып ішуге мәжбүр болған. Семейде де су арнасындағы апаттан 70-тен астам үй тіршілік нәрінен тарығып қалды дейді ол. Және де мұның барлығы бір айдың ішінде болған. Астана қаласын сумен қамтамасыз ету маңызды мәселе болып табылады. Ағымдағы жылы елордаға тұрақты су беру үшін министрлік әкімдікпен бірлесіп 3 жобаны қарастыруда. Біріншісі Астана су қоймасын толықтыру үшін құрылыстар салу жобасы бойынша жобалау сметалық құжаттама әзірленуде. Жоба Сәтбаев атындағы арнадан Есіл өзенінің арнасына өткізу бейінін тазартумен және қалыптастырумен, сондай-ақ одан Астана су арнасы сорғы станциясының алаңына дейін тіреуіш қоршау құрылысын және су құбырын сала отырып арнаға су беруді қамтиды. Құрылыстың болжамды мерзімі 23-25 жылдары.